Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Құрбандыққа қандай мал шалынады? Қой, ешкі, сиыр және түйе малдарын ғана құрбандыққа шалуға болады. Құрбан ретінде шалынатын қой және ешкі кем дегенде 1 жасар, сиыр 2 жасар, түйе 5 жасар болуы керек. 6-7 айлық тоқты 1 жасар қой сияқты семіз, етті болса құрбандыққа шалуға жарайды. Қой мен ешкінің еркегін, сиырдың ұрғашысын шалу абзал. Қой немесе ешкіні тек бір адам құрбан ретінде шала алады. Ал сиыр мен түйені, яғни ірі қараны бір кісінің жалғыз өзі үшін шалуына болады. Сондай-ақ 7 кісіге арнап ортақ шалуына болады. Яғни 7 адам бірігіп те шалса болады. Құрбанды ортақтасып шалған уақытта әрбір адам құрбан шалу ниетімен ортақтасуы керек. Бір кісі құрбан үшін, ал екіншісі тек қана етін алу ниетімен ортақтасса, шалынған мал барлық ортақтар үшін құрбан болып есептелмейді. Сондықтан да егер де сіздер ірі қараны бірігіп шалатын болсаңыздар, онда әр қайсыларыңыз жеке-жеке құрбандыққа ниет еткендеріңіз абзал. Сондай-ақ құрбандыққа жылқыны шалуға болмайды. Сонымен қатар құрбандыққа қандай малдар шалынбайды? Құрбандыққа 1 немесе 2 көзі соқыр мал, құрбан шалу орнына өз бетінше жетуіне шамасы жетпейтін ақсақ мал жарамайды. Сонымен қатар тісінің көбі жоқ, мүйіздерінің бірі сынған мал құрбандыққа шалынбайды. Тым әлсіз мал мен құйрығының жартысынан көбі жоқ және құлағы жоқ мал сойылмайды. Лас нәрсемен тамақтанып жүрген мал да құрбандыққа жарамсыз. Биыл құрбандық шалуға ниет етіп отырсаңыз, Аллах Тағала сол ниеттеріңізге жеткізсін. Сіздермен бірге болған Жансая. Каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл видео ұнаса, лайк басып қойыңыз. Келесі видеоларда кездескенше, ассаламу алейкум.